Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 71 сабақ 21, 22, 23 жаттығулары. Хат жазуды үйренемін. Негізгі және туынды зат есім. 21 жаттығу. Мәтінді тыңда. Ананың асыл арманы. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көкал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде менде тұрар ма екем дейді. Кіші ұлы Сырбай, егер сіз осы суретті орамалға дәл өзіндей етіп кестелесеңіз, сол суретті өмірдің ішінде өзіңізде тұрғандай болар едіңіз дейді. Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып, балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке 3 ұлы да таң-тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой, осындайда шеберлік болады екен-ау деп таңданыпты олар. Авторы Мағзұм Тиесовтен. Енді тапсырманы орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап бер. Бірінші сұрақ. Мәтіндегі әйел ана немен айналысады? Кесте тігумен. Екінші. Әйел адам базарға барып не сатты? Кестелеген орамалын. Үшінші сұрақ. Әйел дүкеннен нені көреді? Әдемі суретті. Төртінші. Анасы суреттегі бейнені неше уақытта кестеледі? 3 жыл. Келесі мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Бірінші. Әйел барлық ақшасына әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсың? Екінші. Әйел ананың орнында болсаң, сен не істер едің? Үшінші сұрақ. Кіші ұлы Сырбайдың анасына айтқан кеңесіне қосылар ма едің? Төртінші сұрақ. Анасының өнерін балалары қалай қабылдады? Осылай сұрақ қойып жазсаңыздар болады. Келесі. Сөздерді салыстырып оқы, олардың әрқайсысына сұрақ қой, айырмашылығын байқа. Өнер, өнерпаз. Өнер не деген сұрақ қойылады? Өнерпаз, паз жұрнағы жалғанып өнерпаз болады. Және де оған кім деген сұрақ қойылады? Сурет не деген сұрақ қойылады? Суретші, ші жұрнағы жалғанып. Суретші кім деген сұраққа жауап береді? Кім? Суретші, не сурет. Келесі. Шебер кім деген сұраққа жауап береді? Кім? Шебер. Шеберлік, ілік жалғауға жалғанып, шеберлік не деген сұраққа жауап береді? Келесі. Сый не деген сұраққа жауап береді? Сыйлық не? Сыйлық. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейді. Іскер, суретші, оқулық. 22 жаттығу. Мақалдың қатесін түзеп көшіріп жаз. Өлеңшінің қол алтын, өнерлінің сөз алтын. Дұрысы, өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын болады. Туынды зат есімдерді тауып сөз құрамында талда. Бұл жерде өлеңші және өнерлі деген сөздер туынды зат есім болып табылады. Бұл жерде түбір сөз өлең және өнер болып тұр. Оған ші және ле деген жұрнақтары жалғанады. Жұрнақтары жалғанған кезде бұлар туынды зат есім болып тұр. Келесі. Өлеңді оқы. 23 жаттығу. Күн тоқыған кілем. Күн кілем тоқиды, нұрмен тоқиды, гүлмен тоқиды. Ол асыл зер кілем, жалпақ кең кілем, жерге тең кілем. Авторы Мұзафар Әлімбай.
Қалай ойлайсың, күн кілем тоқи ала ма? Өлеңнің алғашқы шумағында неліктен солай айтылған? Топта талқыла. Өлеңдегі қай сөзге ши жұрнақтары жалғау арқылы туынды зат есімдер жасауға болады? Күн кілем тоқи алмайды, бірақ күн нұрын шашқанда жер бетіне жарық жылу түседі. Жер бетіне түскен жылулық арқылы жер әлем гүлденеді. Кілемнің бетіне түскен өрнектей әдемі көрініске ие болады. Келесі сұраққа кілем деген сөзді алайық. Оған ши жұрнағы жалғанып кілемше болады. Одан кейін кілем, оған ші жұрнағы қосылу арқылы кілемші деген сөз шығады. Осылайша балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз. Және каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар, балалар.